Кезекті распаковкамызды бірге жасайық. Бұл жолы менің балама сүндет той жасап жатырмыз. Соған орай Pinduoduo сайтынан заказдарына келді. Бұл заттарды призге ойнатамыз, құдай қаласа. Ең бірінші осындай сағаттарды бердік. Детский сағаттар. Міне осындай түріне бердік. Өте әдемі. Қосылса басқаңыз жанады. Сағатын ауыстыруға және балдардың қолында өте әдемі, тиянақты көрінеді. Қыздарға және балдарға алдым. Міне қыздардыңқы міне осындай бердім. Өте әдемі, қараңыздар. Свитер жанады. Микки Маусы бар. Өте әдемі. Мені басына салып қоятыны. Осындай. Түрі осындай. Негізі осындайларға салу керек еді. Олар андайға саласа. Дұрыс емес, өйткені мына сынып кетуі мүмкін да. Бұдан да екеу бердім. Мынаусы бар. Сары. Бірақ онандай розы түсіне бердім да, басқа шалау болсын деп. Сапасы өте жақсы екен. Прям жақсы сапасы. Жақсы істелген. Өте әдемі көрінеді. Және домалағын басына қойып қоямыз неған әдемілеп. Мынау розовый. Распаковкамыз бұл да посуда, бұл алма салғыш. Алма салғыш бұл негізі хит товар болды менде. Негізі өте әдемі көрінеді. Бұл дастарханда да қараңыздар. Мұндай түрі. Качествосы жақсы, сапасы. Мен среднейін алдым, үлкен алмадым. Осындай среднейін алдым. Бұдан мен екеу бердім. 2 штук бұл да сондай түрі. Сондай түрі осылай. Бұлар хит болды ғой негізі. Хит товары десек болады. Өте сапалы орап жіберіпті. Негізі продавецтерге оны айтыпларыңыз керек. Ол өте сапалы қылып орап жіберу керек. Себебі заттарыңыз майысып, сынып кесе өте жаман. Ол ақшаңыз қайтарады мақұл, бірақ затыңыз керек кезде осылай жаман болып кесе өте өкінішті. Және мына стеклосын да өте жақсы орап жіберіпті. Мына стеклосын кейін құрғанда да тағы көрсетемін. Сала саламыз. Міне мынандай. Міне осылай тұрады. Мне кажется, клейлеп қою керек сияқты астына. Клейін салмаған. Сыйлықтар, бұлар дайын бокстар. Мынандай өзінің жүбі. Дайын бокстар маған өте ұнады негізінде. Осында өте әдемі көрінеді, қараңыздар. Балдар ашып қарағанда өте күшті әсер береді деп ойлаймын. Мынандай дайын бокстар. Коробкасымен, сыйлығымен, мынандай ойыншықтарымен сіздерге көрінеді деп ойлаймын. Осындай боксты бердім. Өзіме өте қатты ұнады. Сыйлықтың ішінде осындай сулифа ойнағанға мында брелок сияқты бар. Мынандай машина, мини машинасы бар екен. Бұл балдардың несі, подарочный наборы. Осындай самокат сияқты машина бар екен. Және логоның кішкентайы бар екен. Негізі өте жақсы ойындар бар екен ішінде. Жүгін кейін той жақындаған кезде қадап қоямыз.
негізі өзіме өте қатты ұнады. Алуға кеңес беремін. Качествосы жақсы, сапасы жақсы. Және ең ескеретін нәрсе, мына коробкалар мыжылып қалмас үшін сатушыға айттым, сынып қалмайтын, курьер лақтырып ойнамасын, лақтырып жібермесін деген мақсатта. Өйткені мынау коробкалар мыжылып жаман болып қалмасын деген специально мынандай қызыл емен оратқыздым. Бұл яғни қатты лақтырмаңдар, ішінде стекло деген сияқты мағынаны береді екен. Сатушыға респект деп қойын. Енді бұл балдардыңкі, енді қыздардың боксын көрсетейін. Балдардан мен 2 бердім, қыздардан да 2 бердім. Бұда да сол ішінде машинасы басқа түрінен болғанмен, екеуіңкі де бірдей. Балдардыңкі. Міне, қыздардыңкі де өте әдемі, қараңыздаршы. Прям сыйлыққа бергенге прям әдемі ғой. Бағасын кейін қалдырып кетемін сіздерге міндетті түрде. Міне, қыздардыңкі өте көп ішінде. Карандашы бар, несі бар, қазір біртіндеп көрсетем. Мына домалақты бояйсыздар, және кейін жаңа жыл келе жатыр, сол кезде іліп қояды балдар. Мына ішіндегі суретін бояп, дальше не ішінде мынандай мыжылып ойнайтын ойыншықтар болады ғой. Сол мыжылып ойнағанға, сондай мармелад сияқты мыш ойнағанға жақсы. Бұл білмеймін, съедобный ма, не съедобный ма. Мне кажется, тек ойыншық сияқты оларын аудару керек. Бұл да коробкасы да өте приятный екен. Және де мынандай далаға шығып сурет салғанға не жетсін балдарға. Осындай сурет салып ойнағанға өте күшті. Бокс және мынандай блокноты бар екен. Осыған суреттерін салады қыздар, жазуын жазады деген сияқты. Негізі бағасы өте тиімді. Сіздерге бағасын айта кетемін. Балдарға өте қатты ұнайды деген сенімдемін, Құдай қаласа. Кеңес беремін негізі. Бұдан да 2 бердім. Ең астында ашық көрмедім. Бұда да сондай, цветі басқаша, тек мынаның ішінде екен. Оның ішінде мынандай тоғын салып жүрді. Түрлері бар. Бұларды да бердім. Салмақтар ауыр емес. Соларды бердім. Міне бұл боксымыз мынандай түрі. Бұның ішіне нелеріңізді, сухофрукты, конфет деген сияқты нәрселер сақтауға болады. Ашылуын көрсетейін. Негізі аю осылай тұрады сөбесінде. Осылай тұрып, мына ішінде несімен кейін істейміз жақындаған кезде. Тойбастарды саламын, Құдай қаласа. Осылай тұрады. Қараңыздаршы, өте әдемі, түрі өте әдемі. Осылай саласыздар. Іші осындай. Мұны стекло деп ойлаппын, бірақ пластмасс екен. Негізі әдемі көрінеді дастарханда. Аюымызды сап қояйық. Аюымызды бұрақ қоямыз кейін. Сондай әдемі зат келді. Бұдан 2 бердім.